Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бүгінгі сіздермен өтетін дәрісіміз уақыф, яғни тоқтау белгілері. Уақыф дегеніміз не? Уақыф дегеніміз тоқтайтын жерлерде аяттар үстіне кішкене белгілер қойылады. Сол белгілер арқылы уақыф жасалады. Ол белгілердің кейбірі тоқтаудың шарттылығын білдірсе, кейбірі тоқтаудың еріктілігін білдіреді. Ал кейбірінде тоқтауға болмайды. Бірнеше уақыф, яғни тоқтау белгілері бар. Олардың біріншісі мим, яғни мим әрібі. Бұл белгі қойылған жерлерде тоқтау шарт, яғни міндет. Жалпы уақыфтың бірнеше белгілері бар. Олардың біріншісі мим, яғни мим әрібі. Бұл белгі қойылған жерлерде тоқтау шарт, яғни міндетті түрде тоқтау керек. Мысалы, «Әлләзина ястамиун вал маута» деп, осы жерде кішкентай мим әрібі тұрады ортада. Яғни бұл жерде тоқтау шарт, міндетті түрде тоқтау керек. «Әлләзина ястамиун вал маута» деп арғарай жалғастырамыз. Екінші белгіге келетін болсақ, ол жим әрібі. Бұл белгілер қойылған жерлерде тоқтауға да, тоқтамауға да болады. Яғни жәйіз. Тоқтаса да, тоқтамаса да болады. Екінші уақыфтың түріне келетін болсақ, ол жим әрібі. Бұл белгілер қойылған жерлерде тоқтауға да, тоқтамауға да болады. Мысалы, «Набаахум бил хаққу иннахум фития» деп арғарай жалғастырып оқиды екенбіз. «Набаахум бил хаққи иннахум фития» деп оқысақ та болады. Үшінші белгіге келетін болсақ, яғни үшінші тоқтау белгісі ол сад, ләм, яй үшеуінің қосылып жазылған түрі силли деп айтылады. Бұл белгі қойылған жерлерде тоқтауға да болады, бірақ тоқтамаған абзал. Мысалы, «Фәлә кәшифә ләху илләху ва иямсәска» деп, «Илләху» деп тоқтап, «ва иямсәска» деп жалғастырып кетсек болады. Тоқтамай, «Фәлә кәшифә ләху илләху ва иямсәска» деп тоқтамай өтсек те болады. Төртінші белгіге келетін болсақ, бұл жерде қаф, ләм, яй үш әріп қосылып, қилли деп айтылады. Бұл белгі қойылған жерлерде тоқтамауға болады, бірақ тоқтаған абзал. Мысалы, «Илля қалилун фәлә тумару фихим» деп тоқтамай өтсе болады, бірақ тоқтаған абзал. «Илля қалил фәлә тумару фихим» осылай тоқтап оқыған абзал. Бесінші белгіге келетін болсақ, мынандай үш нүкте. Аят ортасындағы сөздердің арасында қатар келеді. Бұл белгі қойылған жерлерде біреуіне ғана тоқтау шарт, екеуіне бірдей тоқтауға болмайды. Мысалы, «Лә райба фих худан лил муттақин» дегенде, «Лә райба фих» деп біріншісіне өтіп кетіп, екіншісіне тоқтап, арғарай жалғастырамыз. Алтыншы белгіге келетін болсақ, бұл ләм әлиф, яғни лә. Бұл белгі тоқтама деген белгі. Өзінен кейінгі сөзбен байланысы бар жерге қойылады. Мысалы, «Ва иякум ән туъмину» деп тоқтамай өтіп кетеміз. Құрметті жамағат, бүгін сіздермен біз уақыфтармен таныстық. Келесі дәрісімізде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.